Уақыт. Осы кішкентай туындымды Ақбастаудай әкемнің 80 жасына, алғашқы шөбересі Құралай қыздың 3 жасына арнадым. Қабдолда қарт 2-3 күнге жалғасқан ұлан асыр думан тойдың ушуынан шаршады ма, оңашалықты тіледі. Сөйтіп, жан-жағынан қаумалап, әкеле баталап, ағалаған бала шаға, ағайын туысынан сәл-пәл бөлектеніп, алты қанат ағордасының төріне құс жастыққа сүйенеп, жалғыз отыр. Құдайға шүкір, мен бақыттымын. Жақсы жаманын сараптап, не қыламын? Мен өмір сүрдім. Ұл қыз, ұрпақ жұрағатым бір үлкен ауыл болды. Немере жиендерім ері жетті, шөберелерім қолыма су құйып, аталап етегіме оралады. Мал мен басым тең өсті. Қазір бір рулы елдің сый құрметіне бөленген ақсамайлы ағасына айландым. Соның куәсі міне неше күн бойы күн түн демей қалың қауым менің 80-ге келген тойымды тойлап, неше түрлі сый құрмет көрсетіп, бастарына көтерді. Бұдан артық қандай бақыт болады адам баласында, деп ойлады. Сосын шаңыраққа қарады. Тағы ойланды. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып маған жеткен асыл қазына киелі қара шаңырақ. Сен қаншама ұрпақты жаратып, қаншама ұрпақпен қош айтыстың. Қаншама табиғаттың куәсісің сен. Саған сіңбеген қан мен тер бар ма? Ұлы уақыт заңы мен жауатының аяғының астында да қалдың. Асқақтап, аспанда да тұрсың, тұрасың әлі. Келешектің ұлы керуені әлі талай басталады сенен. Сен осы қалпыңда тұрғанда, мына ел қалпында тұрады. Деп, шал алпамсадай алып денесін ырғап қойып, маңдайының терін сүртті. Осы сәтте үйге оның 8 жасар кішкентай ерке шөбере қызы Құралай кірді даладан. Ол кіре сала асыр салып, атасының мойнына асылып, «Ата, сіздің сақалыңыз неге сонша әппақ? Бетіңіздің әжімі неге осы құрша көп? Менде неге сақал жоқ?» деген сықылды әртүрлі сұрақтарын жаудыра бастады. Атасы кішкентай тентек сүйкімді шөбересінің қойған сұрақ сауал біткеніне жақсылап жауап бере отырып, «Күнәсізім, сәбиім, сен басталып келе жатқан уақыт, мен тәмамдалып бара жатқан уақыт. Сенің ішің толған сұрақ, менің ішім толған жауап. Сен екеуміз екі басқа дүниеміз-ау, құлыным», деп ойлаған ол өз еркінсіз ауыр күрсініп қойды. Шөбересі атасына майысқан нәзік қолдарымен қымыз құйып ұсынды. Сосын біраз ойланыңқырап тұрып, «Ата, мен сізге бір нәрсе айтсам, сіз маған ұрсасыз ба?» деп сұрады. Атасы басын шайқап, «Жоқ айналайын, не ұрсамын? Мынау сенің заманың құлыншағым, ұрыспаймын, айта ғой», деді. Арса ауыр қолдарымен кеудесіне түскен әппақ сақалын дарамдап. Жүзінде шаттық ойнаған шөбересі атасының айнұрасын әжім торлап, ұшқыны азайған тереңде үлкен кәрі жанарына өзінің от жашқан өткірде тұнық мөп-мөлдір көздерін қадай түсіп, менің әпекелеріме және олардың дос қыздарына тетелес ұлдар қат береді. Мен көрдім, ал маған ешкім қат бермейді. Ата, мен сізді жақсы көрім, сіз маған қат беріңізші, демесі бар ма? Дәл мұндай сөзді күтпеген Қабдол қарт өз еркінсіз мырс етіп күліп жіберді. Сөйтті де ле күлкісін тыйып, қолық сұмдықтан ада пәк сәби шөбересін алдына отырғызып, күн сіңген гүл аңқыған шашынан иіскеді.
сөйтіп недәуір уақыт өткеннен кейін барып қария еріндерін жыбырлатып ақырын, тым ақырын: сөйтемін жаным, кішкентай қызым, ұлы келешегім, мен саған ғашықпын, шексіз ғашықпын, сен менің досым болшы деп жазамын, ал сен жауап жазуға асықпай-ақ қоярсың. Мен сені неше ғасыр бойы тосамын жарқыным дегенде, оның кәрі жанарынан аққан үлкен-үлкен 2-3 тамшы мөлдір моншақ көз жасы кеудесіне түскен сақалын қуалай ағып, кішкентай ерке қызының еш кіршіксіз әппақ бетіне тамып кетті. Әңгімені жазып оқыған Байыт Қабанұлы. Әңгіме ұнап жатса, арнама тіркеліп, пікір жазып отырыңыздар.